келе бересіз, зачем сізге екінші самолет? Билетін қайдан алдым дейді. Тоба, осындай сұрақ бола ма? Билетін қайдан алады? Енді кішкене өздеріңіз Милана істетсеңіздерші, билетті қайдан алады? Аэропорттан аласыз да? Мен Айбын дейді. Қалайсың, қай жылысыз дейді? 2001. Бәсе, жұмыс қалай таптыңыз дейді. Жұмыс негізі табу, жұмыс, квартира не емес, главный өтіп алу керек. Жұмыс орны справкасы өтірік жасап алсаң қалай дейді. Жұмыс орны справкасын ба? Негізі көбісі өтірік жасап алады, шыны керек. Родной жұмыс орнында справка алсаң плюс бола ма дейді. Жұмыс орнынан болғанда қалай Қазақстанда айтып отырсыз ба? Адам жоқ қой, Құдай-ау дейді. Оңтүстік Корея Алматы облысында ақ дейді. Иә, Алматы облысы, Оңтүстік Корея жалпы Алматы облысында ғана. Олардың дым несі жоқ, қатысы жоқ. Мен подвалда жатып қайтып кеттім дейді. Ойбу. Ничего. Каспий кредитқа алуға болады ғой билеті. Иә, болады. Популярный актер или айдол Кореяда көрдің бе дейді. Жоқ, көрмедім. Қайтып баруға бола ма? Өту шансыңыз аз болады ғой. Иә, Қазақстаннан дейді. Ой, Қазақстан олар не істейді? Жұмыс справкасын керек емес ол. Корей тілін білу қажетті ма, или ағылшын керек па дейді. Екеуі де керек емес, бірақ ағылшын тілін жаңағы қойылатын сұрақтарды обязательно білу керексіз, жаттау керексіз. Айлық нормально, миллионның үсті. Бірақ Жапония дұрыс па, или Корея ма? Мә, білмеймін, Жапонияға барып көрмедім ғой. Кореяға жоспарлап армандап жүрмін, өтіп кетсем, Құдай қаласа дейді. Иншалла. Компьютер тұра ма дейді. Компьютерде тұра ма дейді. Не компьютерде тұра ма? Шаш жасатқанда қалай түсіндіресің мастерға дейді. Суретін көрсетсем, шыны керек, бұрын алдыртқан суретін көрсетсем, осындай алып берші деп. Өздері түсініп алады. Постоянно барып жүрген жер ғой. Жету үшін бас аяғы шамамен қанша ақша кетеді? 1 миллион кетеді. Қай қала Чежу достырып қой. Үйді қай жерден алады дейді. Үйді қай жерден аласыз? Қалай қай жерден аласыз? Келгеннен кейін жаңа сіз бұрын отель істедіңіз ғой, сол жаққа барып қонасыз, сол жақтан жұмыс істеп, сол жақтан жатып алып асықпай 1-2 күн Сеулде қыдырып, сөйтіп барып келесіз ғой. Қай ел дейді? Корея ғой. Бүгін демалыс па? Демалыс емес, жұмыс болды, просто ерте шықтық. Тамақтар нормально. Уағалейкум ассалям. Достар, тіркелмеген жандар тіркеліп подписать етіп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Барынша активный болып отырайық. Подписка жасап отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, давайте. Мені тартса дейді. Мен ешкім тарта алмаймын, достар. Өздеріңіз келмесеңіздер, сіздерді ешкім тарта алмайды. Бірінші кета надорын аласыз, потом келесіз. Кореямен бірге... Ой, толба. Жұмыс тауып бересің бе? Ондай жұмыс тауып бермей айналыспаймын негізі, бірақ көмектесуге тырысамыз ғой. Қалыңыз қалай, не жұмыс жасайсыз? Жақсы, өзіңіз қалай? Мен заводта жұмыс жасаймын. Так, жұмаң түскенде кинода жерде барып видео түсірсейші дейді. Я, иншалла түсіремін бар. Тіл білем ғой, мен корейский, соның өзінде ота алмадым дейді. Негізі ол в основном ағылшынша сұрайды ғой негізі. Көп бір-екі кісілер болған, кәдімгі кәрісше білетін, кәрісше сұрақтардан дайындалғанша по-любому ағылшынша сұраған ғой. Я, келген соң істетіп алсаңыз болады. Сәлем. Тексеру болып жатқан жоқ па дейді. Апрельдің аяғына тексеру болады. 23 күні мен самолетқа отырамын дейді. О, иншалла өтіп кет. Қазақ туын ұстап жүгірсейін дейді. Қазақ туы бар негізі. Кет ана Кореяда тапсырса бола ма дейді. Болады, неге болмайды. 1 миллион керек қой. Кореяда тексеру болып отыр, иә? Тексеріс қой, жостық тексеріс болып отыр. Вабанк түсірген қонақ үйді көрсетші дейді. Ойбай, ол алыста ғой, артта ақпалды ғой. Біраз ақпалды. Қазір Кореяда жұмыс табу қиындап кетті дейді. Жоқ, қиындаған жоқ. Көшемпион тауып алшы. Қайда бара жатсың дейді. Әшейін көшеде жүрмін. Аэропортқа барып өте алмай қалсаң не болады? Өте алмай қалсаң Қазақстан қайтасың ғой? Абалюш, бауырым, мен де туған ағам сол жақта дейді. Сөз, қалайсың, нормалайсың, өзің қалайсың? Ой, Мари Хёппа қайда жүреді екен дейді. Жастқа. Корейстер қара жұмыс істемей ма дейді. Істемейді емес, істейді корейстер. Қара жұмыс істейді. Үлкендері в основном бір 50-60-тағы кісілер істейді. Жас балалар көп істемейді. Апрельдің соңы өтеді бұйырса. Көшеде ұстап алса не істейді? Көшеде, если нелегал болсаң, қайтарып жүреді. Қай қала? Чежу остров, Южный Корея. Аман болшы, главный. Рахмет. Кореяда көбісі ағылшынша сөйлей ма дейді. Жоқ, корейше сөйлейді. Ағылшынша аз біледі бұлар. Қол күрестейші дейді. Зачем қол күресті? Отпечатка өтем ма ұшып келгенде дейді. Отпечатка алады в основном. Кәдімгі жазғы я градус. Я плюс болып тұр бізде. 1 миллион кетеді. Кета Кореяға барып, бірақ тапсырса болады, болмайды. Қазақстаннан келесі ғой, потому что Йонсо университетін көрсетіңізші дейді. Ол жақты іздеу керек қой. Қанша ақша кетеді Кореяға? 1 миллион кетеді.
қалай өтуге болады брат дейді. WhatsApp номер берші. WhatsApp номер бере алмаймын, достар, ренжімеңіздер. Кәрісше білесіз бе? Жоқ. Енді үйіп жатырмын. Көшені шулатсаң не болады? Көшені шулатсаң ештеңе болмайды. Ондай бір енді шулатудың қажеті жоқ. Инчон ба мына қала дейді. Жоқ, Инчон емес. Чеджудо остров, Чеджудо аралы. Достар, лайктарыңыз болса басып отырыңыздар. Күн жылы ма дейді. Күн жылы, иә. 18-демін, қазбан, как думаете, не стоит баруға? Стоит, бірақ 18-де болсаңыз, лучше кішкене бір 20-21-ден асқан кетіңізші. Көп уақыт болған жоқ, көшеде ішіп алып жүрші, мас болып дейді. Бекболадаев, брат, қумаш, брат, сен. Мені күтіп аласың ба Кореяда дейді. Мен күтіп аламын деп обещание бере алмаймын. Адамдар бар, просто аз жүретін жер шығар. Кореяның қай қаласына барған дұрыс, қай қалада жұмыс бар, сол қалаға барған дұрыс. Керемет көше ғой дейді, иә. Жерде жазылып тұр дейді. Білмеймін не жазып екен шыны керек. Мен өте алмай қалған, барып қайтсам өтем ба дейді.